Кас дейді ғой. Ойбай, кіші Майнкрафт что-то қатып отыр ғой. Ой, жиден не болды? Еркебұлан сені, короче, бері шақырып жатыр. Давай, қазір барып кетейін. Айтпақшы бармай тұр, мені тыңдашы. Мерге айлықты берсін. Не үшін ата болмай? Мер что-то айлықты бермей жатыр. Таппай жете ойыннан сұрақ қайтемін ғой. Өзіне барып кетейін. Давай. Енді шығыңыз жедел. Блин, мына жерде Free Fire ойнатпадыңдар ғой. Енді мені шақырып жатыр ғой. Мені не үшін шақырып жатыр екен астында дейді адам. Опа-на, мері мықты. Достар, мына мері мықты. Ой, блин, мен камера қосып қойған екенмін қазір. Амандасып жіберейін. Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен әдеттегідей блогер Еркебұлан. Достар, бүгінгі видеода біз әрине мерге баратын боламыз. Ана көргеніңізде, видеоның басында көргеніңізде бізді жеті шақырып кетті, мерге ниеттеп. Айтпақшы достар, біз жақсы жиналып, менің телеграм каналым ашылды. Яғни бүгін сол каналым ашылды, сол каналға тіркеліп қоямыз. Одан достар, менің Free Fire түсіретін білесіздер. Сол Free Fire'дан достар, мен екінші YouTube канал аштым. Сол каналға да тіркелетін боламыз. Ол YouTube каналының аты Ерко Пуппа. Ал мен қазір мына каналымның фотосын өзгерттім. Фотосы ол подписчиктер болса біледі. Дәл қазір мен мына каналымның және де атын да өзгерттім. Ойбайшы, мен что-то артқы терезесі келмепті ғой деймін. Қазір достар, менің артымда тұрған мынау терезе достар, білесіздер ме? Бұл терезенің біреуінің бағасы 200 000 теңге. Бұл қымбат терезе достар. Что-то мерге барып жалып жасаймын ау деймін. Қазір бара жатырмыз достар. Так. Мер өзін мен шақыртып алыпты. Опа. О, что-то мер айта бер. Еркебұлан, сен граткин неге жинамыз? Енді мер айтып бермей жатсыңдар. Короче, Еркебұлан граткин жинапса, саған аз уақыт береміз біз. Мер, бірақ қарашы. Сен қарасам мына үйдің терезелері қымбат 200 000 дейді маған біреу. Басты қатырма, Еркебұлан, жида айлықтарын ерте береміз. Не болды шу шығармай? Құра бар жида. Ой, блин, осы мерше. Осы жұмысына алса керек еді. Қан ішті ғой. Натуре достар, қан ішіп жіберді. Телефоннан да нормально болмады. Еще айлықта бермей жатыр. Қой, мен графтың жинақ қайтамын. Басқа не істейміз? Как всегда осы. Сіздер де құрметпен каналға тіркеліп лайк басып, жеделдер жинасаңдаршы. Пошел вон, өзің жинаман. Ой, бела. Өмір не болып кетті достар. Айтсыңыздаршы. Граф. Ойбай. Суға байқаушы түскен. Айбай, аяғым. Қысылып қалды мына жерге. Мынау люк қой достар. Айбай, қазір аям суырып. Достар, что-то люк бар. Нашли беркін. Қазір әзірше кірмей қойын достар. Мен қазірше кірмей қойын. Графтың тесті жинапсам. Кірейін достар, короче. Дереу, короче. Хоп. Сіздер достар менің каналыма тіркеліп отырсыңыздар, короче. Осы канал давайте 110 подписчикке дейін апарсақ. Ал Free Fire каналында ертең ары күні видео шығуы мүмкін. Сол каналға тіркеліп лайк басып отырамыз. Жедел жинасып жіберші. Пошел вон дедік ал вон. Ой, бела. Еще өздері мынандай карту алғысы бірақ кетпейді. Кетшейін өздері мешет ете бермейді. Өмірі. Достар, ана картинасына. Мен телеграм каналында достар көптеген қызықты заттар бар. Кішігірім өмірімді салып отырамын, короче. Сол, короче. Хоп. Мана осы графтың ал қалған ана графтар мына жетелдер есіңізге. Дереу. Патырлат. Хоп. Сіздер де құрметпен каналға тіркеліп лайк басып отырыңыз. Давайте. Достар, өткенде кешегі түсірген видеома көптеген просмотр жинапты достар. Жедел бергеш. Еркебұлан, өзің кел, короче. Жедел, короче, ана жерден аяғым үлкеріп кетті да, короче, сол жерде, короче, көрейін деп жатыр. Сендер мерге білдіртпей, мердің терезесінің астын жауып тұрыңдар. Мақұл, айтпақшы, мен саған не дедім? Мер, ойбай, неме болып кетті. Мер, короче, әзірше
ертеңге байлық аласыңдар деді ғой. Сол жейтін мен дереу не шығыңыз кешкі андал. Достар, прикинь, анашында немене бар екен маған бір қызық. Кәме телефон алайын. Сескилерге звондайтын боламын. iPhone 13 Pro ғой, короче. Компьютерін сөндірейін. Да, ол қай жерден яқпыз. Яғни тұр достар, аяғым кетіп еді. Опа, қанап түсіріп. Оны жоқ қойды. Достар. Ебать, достар, мынау мерттің сонда қазынасы ма? Или мерттікі емес па, достар? Білмедім мен. Ойынша бұл мердің қазынасы. Чё-то. Мына жерде жаңыз бір кітаптар алайықшы. Оқиықшы. Бұл қазына, қорқынышты адам қазынасы, тиіспеді. Чё за хуйня, достар? Былайынан көрейікші. Пранк жестко екен. Көрейік, автор біледі достар. Біраші білінбейді екен. Менің ойынша бұл мердің қазынасы ғой. Былай қоя салайық. Бұл таза алтын екен. Әбек қолмай таза алтын екен, достар. Так, мынаны ашайық. Достар, мына жерде көптеген ақша бар ғой. Бұл ақшаларды өзіме алып кетейін бе, әлде тұра берсін бе? Бұзда да қандай ақшалар бар екен, достар. Не болса мен дейін, достар. Мына жерде мыналарды өзіме алып кетейін да, ал қалған мына жерлерге полицияны шақыратын боламыз. Достар, біз енді әрине полиция керек болмауы мүмкін. Бірақ та мен детельге көрсетейін, біразын алып қашып кетті. Ал енді детельге көбінесе измұрттарға қызығады. Давай. 3 измұрт, 3 алтын алып кетейін де, короче. Хоп, 3 алмас алып кетейін. Достар, көрдіңіздер ғой. Сонда бұл мердің бізден жасырғаны ма? Мен түк түсінбедім, достар. Ойбай. Короче, достар, дереу жетелдер қайтып. Жетелдер, короче, дереу қараңыздар. Не болды, еркебұлан? Кеп қараңдар, дереу. Қарасаңдаршы мен не өтіп болғанымды. Мынау байлық па? Кімдікі, брат? Мердің байлығы, короче, мердің майлығын табам. Еркебұлан, дереу полицияға звонда. Короче, мынау мерді құлатып орнына жаңа мер сайлау керекпіз. Сен бұл қазынаны тапқандықтан, короче, артынан жүр. Бұл қазынаны тапқандықтан сен мері болу керексің, еркебұлан, короче, ұқтың ба? Білмеймін, мермен сайлау бола ма? Короче, біз ертең сайлау деп дереу сайлау жасап жүреміз. Әрмен қарай сен еркебұлан. Давай ендеше. Давай. Алло, полицейский тыңдап тұр. Полицейский, бұл мен деревня 13-ге хабарласып тұрмын. Біздің ауылдың мердің тыққан алтындарын тауып алдық. Бұл мердікі болса, оны мерге қайтарып береді. Бірақ та мер біздің айлығымызды бермеуге 5-6 ай болды. Мер бізге осыны жатқан. Түсінді. Мен қазір тамам бара алмаймын. Себебі бізде шұғыл жаңалықтар болып жатыр. Шұғыл түрде. Мен шамамен кешке түнге жақын барып қайтатын боламын. Мақұл. Не де болса сіздерге түнге жақын келсеңіздер мына қазынды айтайық. Мерге жетел. Айта бер, еркебұлан. Короче, полицейский қазір келетін болды. Сен мерге барып қайта, бір скриншоттап ал телефонда, тартып ал сол фотоға. Сен жетен басында асайды негіз. Қачық. Болды, қазір мерге көрсететін боламыз. Мер. Не болды, еркебұлан? Мына фотоны қара. Бұл қазынаны қайдан таптың? Бұл менің қазынам, тиіспе. Біз полицейский шақыртып қойдық. Бұдан былай сен түрмеге отырасың, немесе сен екен мен сайлауға мер болатын боламын. Ұқтың ба? Еркебұлан, келісеміз. Ондай емес, келіспейміз. Мер. Ананың блоктарға біз әзірше тимейміз. Бірақ та мер сен көретін боласың. Тұма мер, давай. Еркебұлан, тоқта, еркебұлан.
достар, мен кузницаға барайын. Ана алған ақшаға жүремін. Бір саққа кеткен. Шыңғыр жігіт құсайын достар. Олар мен білмей қалу керек қанша дегенмен. Пеш былайына қойып қояйын. Сол енді достар, енді дәл қазір біз осымен видеоны аяқтайтын боламыз. Короче, достар, біз осымен бүгінгі видеоны аяқтайтын боламыз. Бүгінгі менің ойымша жеткілікті метод. Достар, мен екінші каналыма тіркеліп кетсе, мен екінші каналдың ссылкасын осы жақта қалдырып кететін боламын. Осымен менің видеом Telegram каналға да тіркеліп кетеміз достар. Мен дәл қазір полиция дәл қазір келетін болды. Мен мэр болсам, достар, айтыңыздаршы. Жетелдің мэрдің үйін бұзайын ба, жоқ па, соны айтатын болыңыздар. Осымен достар, сау болыңыздар достар. iPhone ғой, бұл iPhone. Сау болыңыздар достар, келесі серияда, келесі бөлімде кездескенше.